Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін Алланың қалауымен Қарекет қайырымдылық қорының желтоқсан айында 30 күнде 60 баспана атты акциясымен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданының тұрғыны 4 балалы жалғыз басты анамызға 357 баспананың кілті бұйырды. Ендеше қуанышты сәтті бізбен бірге тамашалаңыздар. 4 жалғыз басты 4 баланың анасымын. Осы кезге дейін квартирада жүрдім, қазір де квартирадамын. Соң арасында жаңа тігіншілікпен айналысқандарым бар. Солар қосымша болғаны. Ал енді апа сіздің сөзіңізді бөлейін. Алланың қалауымен сізге бір қуаныш жаңалықпен келдік. Қарекет қайырымдылық қорының 357 баспанасын кілтін сіздерге табыстаймыз. Шынымен құтты болсын, үйлі боласыздар. Шын бұл. Міне сізге берейін, үйдің кілті бұл. Құттарыңыз бәрі артта қалды. Біліңіз, бұл да бір Алланың қалауымен, халықтың көмегімен беріліп жатқан баспана. Шын ба? Бұл шынымен сіз бұл шын апа, ешқандай әзіл емес. Бұл қуаныштың жасы деп білеміз енді. Алла бұйыртса, жаңа үйде жаңа өмір сүресіздер, Алла қаласа. Бәріне рахмет, Аллаға шүкір, осы күнге жетіргеніне. Сенбей жатқан боларсыз, шынымен таңертең Алла бұйыртса үйге барамыз. Шынымен. Алла бұйыртса. Сіз әлі сенбей жатсыз. Аллаға шүкір деймін. Алланың қалауы шығар бұл да. Өнер қырандарына да рахмет, Қарекет қорына да рахмет, халқына да рахмет айтам, бәріне рахмет айтам.